Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз йогуртты торт дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын қант қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ерітілген сары май саламыз. Сосын сүт құямыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Енді разрыхлитель қосамыз. Un қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнды барлығын бірден қоспаймыз. 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Егер сіздер ұнның барлығын бірден қосат болсаңыздар, сіздердің торттарыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Біздің қамбарымыз дайын, осындай сұйықтықта болу керек. Енді қамырымызға өз қалауларыңыз бойынша орех қосамыз. Қасықпен немесе силиконды күрекшемен жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызды алып, тестамызды 2 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Салқын сливкиді қоюланғанша миксерлейміз. Енді сгущенка қосамыз. Миксерлеп аламыз. Енді йогурт қосамыз. Йогурттың проценті міндетті түрде 7-8% болу керек. Жақсылап миксерлеп аламыз кремімізді.
Біздің крем дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Мен тортты кольцода жинайтын боламын. Сіздер кольцосы жинасаңыздар да болады. Біздің тортымыз дайын, өз қалауларынша әсемдейсіздер. Мен жаңғақпен әсемдедім. Торт дайын болған соң 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. Енді дәм көрейік. Дәмі өте керемет болып шыққан. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.